дауыссыз қысқа и дыбысымен салыстыру. Ю әрпінің жазылуы, я әрпінің жазылуы. Аян ойыншы қоянын інісіне сыйлады. Ал осы сөздерді айтылуы бойынша айтайық. Аян ойыншы қоянын інісіне сыйлады. Е әрпі қысқа и, а қосарлы дыбыстың таңбасы екенін есімізге түсірейік. Сөздерде қысқа и, а дыбыстары естілгенімен е әрпі жазылады. Аян, аян, қоян, қоян. Қысқа и дыбысы дыбыстарынан басқа дауыстылардан кейін ғана жазылады. Бірақ сый, тый сөздерінен тараған сөздерде қысқа и әрпінің алдынан әрпі жазылатынын есімізге ұстайық. Қысқа и дыбысының жазылу емлесі: тый, сый. Тыйым, сыйым, тыйған, сыйлық, тыйылу, сыйды, тыйылдыр, сыйлады, сыйымды. Сөздің басында иемен, иот деген бір-екілі сөздерде ғана жазылады. Дауысты дыбыстардан кейін сөздің ортасында айғаным, айша, аяды, тайғанақ, қаймақ, жайлау, кейіпкер, түйме. Сөздің аяғында алмай, торғай, терейін, таңдай, қарағай, күнекей, мұнтаздай. Қысқа и дауыссыз дыбыс. Қазақ тілінде қысқа и дыбысы дауысты дыбыстардан кейін ғана жазылады. Суретте нелерді көріп тұрмыз? Аю, ою. А және о дыбыстарынан соң қандай дыбыстар естіледі? А, ию, о, ию. Қысқа и, у дыбыстары естілгенімен жазғанда ю әрпі жазылады. Ю әрпі қазақ сөздерінде де, орыс тілінен енген термин сөздерде де жазыла береді. Ю қос дыбыстың таңбасы. Ию, ую. Ию, ую. Ю, үйу, үйу. Жаю, жаю. Кею, кею. Қою, қою. Ою, ою. Қазақ тіліндегі сөздерде и әрпінен соң у жазылмайды. Ю әрпі жазылады. Қи, қию. Ки, кию. Ти, тию. Есіңде сақта. Ал ю әрпі жазылмай, ию, қысқа и, у дыбыстары естілуі бойынша жазылатын сөздер. Киюана, аюан, хайуанат, хиюа, миюа.